Бүгінгі таңда Қарасай ауданы бойынша 14 мың аса салық төлеушілердің 700 миллионнан аса берешек сомасы бар. Бұл берешегі бар салық төлеушілердің мерзім уақыты өтіп кеткен. Сол берешекті толықтай төлемегендіктен өсімпұл дейді ғой, өсімпұл күннен күнге өсіп жатыр. жылдың көлік салығының уақытысы 1 сәуіріне дейін уақыттары бар. Толықтай салық төлеуге биылғы жылдың 1 сәуірге шейін ешқандай өсімпұл, пеня дейді ғой, ешқандай өсімпұл ештеңе жүрілмейді. Бұл кісілерде берешек 2017-тен болуы мүмкін, 2015-тен болуы мүмкін, 2022-де болуы мүмкін. Нақтырақ айтқанда, биылғы жыл санаманда өткен жылдан ары қарай берешектері сомалар. Салық кодексінің 128 бабының 2 тармағына сәйкес осы берешегі бар салық төлеушілерге салық бұйрығы шығарылады. Салық бұйрығы шығарылып, жеке сот орындаушыларға салықты өндіруге жіберілетін бұйрық. Салық бұйрығы шығарылғаннан кейін, жеке сот орындаушылар өндірісті бастағаннан кейін қандай шаралар қолданады? Және де берешек сомасы айлық есептік көрсеткіштен көп болатын болса, Қазақстан Республикасының аумағынан шығуға арест қойылады, және де банктік есеп шоттары бұғаттау қойылады. Салықты толықтай өтелмегенше. Сондықтан айта кететін жағдай, берешектен бөлек жеке сот орындаушылардың алатын 25% үстемақысы бар. Сондықтан ауданымыздың тұрғындарын салықты барынша мүмкіндігінше төлеп, өз борышымызды орындауға шақырамыз.